Баршаңызға сәлем. Бүгін өте тәтті әрі жұмсақ пломбирный медовик жасайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сарысын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ақ уызын секер салып ұрып аламыз. Жай осындай масса болса болады. Одан кейін жұмыртқамыздың сарысын салып, екеуін біріктіріп қоямыз. Келесі буға медімізді салып, үстіне секерімізді салып, араластырып, одан кейін сары майымызды салып, ерітіп аламыз. Сары майымызбен секеріміз ерігеннен кейін дәл өстіп көпіреді. Одан кейін бір қасық содамызды салып, лопаткамызбен былғап бұтымыздан аламыз. Суығанша күтеміз. Суығаннан кейін манағы жұмыртқамыздың үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, веліктен өткізіп, осылай себелеп араластырамыз. Осы дәл видеодағыдай қаймақ сияқты масса болғаннан кейін перманентный қағазымызға 2 қасықтан салып, жайып, форманың көмегімен осы видеодағыдай қылып жайып шықсаңыз болады. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 5 минутта пісіріп аламыз. Қорждарымыз піскенше печеньямызды дайындап қоямыз. Дәл осылай миксермен немесе оқтаумен уатып қойсаңыз болады. Сливкіміз міндетті түрде салқын болу керек. 100 грамм сахарный пудрамызды салып, сливкімізді араластырып шығамыз. Торттың бетіне оформленияны өздеріңіз қалауыңыз бойынша жасауға болады. Міндетті емес клубниканы қою. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.